Менің А точкам осындай балл, және де Б точкам осындай. Осындай прогресс жасау үшін мен мұрнымнан қан кеткенше дейін, түсіме энді кіргенше дейін сабақ оқыдым десем өтірік болып кетеді. Себебі мен дұрыс жоспардың арқасында және де жүйелі дайындықтың арқасында осындай нәтижеге жеттім. 10-шы сыныптың басында менде кім болам, қандай пән таңдаймын, ұбт-да немене болады деген секілді ойлар болған болатын. Солай көп ойланып толғанып жүріп, мен мұғалім болып таңдаған болатынмын. Және де мен ең сүйікті пәнім химия болғандықтан мен химия мұғалім болғым келді. Солай мен дайындықты бастағым келді, бірақ қандай курспен бастайтынымды білмедім. Мен сабақ онлайн курсынан бір жарнамасы көріп қалған болатынмын. Біз осы курсты алған болатынбыз. Алайда мен 10-шы сыныптағы қиын сабақтардан және де денсаулығыммен байланысты проблемалар болғандықтан дұрыс жеткілікті оқи алмадым. 11-шы сыныпта жаңа энергиямен, жаңа бастамамен ұбт-ға дайындығымды бастадым. Әрине, сабақ онлайн курсымен. Менің кураторым Аяулым апай болды деген болатынмын. Ол кісі күн сайын менен қандай сабақты істедім, істемедім, соны бақылап отыратын. Конспектілерін үнемі ол кісіге жіберіп отыратынмын. Соның арқасында мен өзімнің еркіме ерік бермей, сол кісіні тыңдап, және де қисық дұрыс емес кетіп жатқан жерімде ол кісі мені түзеп отыратын. Менің ұбт-ға деген дайындығымдағы ең негізгі заттар ол мен түнде сабақ оқымайтынмын. Таңертең ерте тұрып оқығанды жөн көремін. Екіншіден, мен аптаның әр соңында бүкіл тапсырмаларды қайталап оқитынмын. Үшіншіден, апта сайын мен пробный тапсыратынмын. Қаңтар ұбт-ға дейін мен күнделікті 3-4 сағат қана оқитынмын. Солай қаңтар ұбт-да мен 99 деген балл алған болатынмын. Қаңтар ұбт-дағы балымнан кейін дұрыс дайындалып бастамадым. Соның кесірінен наурыз ұбт-да мен аз балл алып қалдым, 96 балл. Наурыз ұбт-дан кейін мен дайындығымды одан әрі күшейттім, күніне 7-8 сағаттан оқып бастадым. Бірақ сондай болса да уақытылы ұйықтап, уақытылы тамақ ішіп жүрдім. Соның арқасында наурыз ұбт-ға кірген кезде мен 109 деген балл алдым. Жалпы осы курстағы маған ең қатты ұнайтын 3 зат. Платформа өте ыңғайлы. Пробныйды сол платформаның ішіне жазуға болады, және де ол пробныларды сол жерде сақталып қалады. Біраз уақыттан кейін де сен сол пробныларды қарап, саралап, қайттан қателермен жұмыс жасауға болады. Қолжетімді, жеткілікті баға. Қазіргі таңда енді мен Астана қаласындағы АИ университетіне 109 деген баллмен химия мұғаліміне грантқа тапсыратын боламын. Жалпы біз оқушылар көретін адам, ол 2-3 қана адам, мұғалім және де куратор. Бірақ алайда осы курстың ар жағында тұрған адамдар, олар өте көп. Біз ойлағаннан да көп болуы мүмкін. Сол себепті барлық сабақ онлайн ұжымына көптен көп рахметімді, алғысымды айтқым келеді.